Қантты ыдысқа салып, өте аз отта ерітетін боламыз. Шпажканың көмегімен әбден ерігенше араластырып тұру керек. Байқаңыз, күйдіріп алмаңыз. Қант толық еріген соң сары май саламыз. Сары майымыз еріп кеткен соң бірден кунжутымызды қосып, тез-тез араластырамыз да отты өшіреміз. Жайылған пергамент қағаз үстіне массамызды құйып, силиконды лопатамен немесе ағаш шпажкамызбен 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Біздің кунжут қосылған кәмпитіміз тез суып қатады, сондықтан қатып қалмай тұрғанда пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай тілімдеп жасап шығамыз. Әбден суыған соң бөліктерге бөліп, әдемі ыдысымызға салып, шайға ұсынсаңыз болады. Шайыңыз дәмді болсын.